Саламатсыз оқушылар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Ал оқушылар, бүгінгі сабақта біз топқа бөлеміз, оның үшін ортаға келіңіздер. Ақын маған көмектесіп жібер, оқушылар бір-бірден алып мойындарыңызға жеребесін. Ал оқушылар, осы сіздердің бойларыңызға тағылған бойтұмардың артында біздің ұлы би шешендеріміздің сөздері жасырынған. Соны оқып, рет-ретпен орналасыңыздар. Оқыңыздар. Дайын болса, қол шапалақ беріңіз оқушылар. Ағам жақсы болды оқушылар. Болды ма? Жақсы. Жақсы. Кімдер бірінші бастайды? Өлкенің өссін десең, кекшіл болма. Кесапатты кісер еді не? Елім өссін десең, өршіл болма. Өскеніңді өшіресің. Кімнің сөзі бұл? Қазбек би. Ендеше Қазбек би тобынан орналасыңыздар. Келесі. Ата жолын құса игі, атадан қорқса игі. Өзіне келер ұяты, өзі біліп тұрса игі. Кімнің сөзі? Төле би. Ендеше Төле би тобынан шығыңыздар. Бақ деген құс ұшады да кетеді. Бақ деген біз кетеді де кетеді. Байлық боз ериді де кетеді. Мәңгілік қалатын аталыс. Мәңгілік қалатын аталыс. Кімнің сөзі? Әйтеке би. Онда Әйтеке би тобынан орналасыңыздар. Құрметті оқушылар, біз өткен сабақта міне қазақтың ұлы би шешендерін өткен болатынбыз. Мен сіздерге биге қандай тапсырма бердім? Би және шешен сөздерінің тарихы туралы ізденіс жұмыстарын жасап келу. Ендеше сол ізденіс жұмыстарын қалай істеп келдіңіздер? Ал ортаға автор орындарына шығыңыздар. Дайжан, автор орындарыңызға. Жалпы осы уақытқа дейін би шешен деген сөздер бірге бір мағынада айтылып келгендігі рас. Дегенмен де олардың қандай мағына беретіндігін әлі ешкім қарастырған жоқ. Би деп отырғанымыз ол халықтың арасындағы ақ пен қараны іріткінің барлығында дұрыстап отыратын адам. Ал шешен деп отырғанымыз бұл халықтың мәдени мұрасының барлығын реттеп отыратын адам. Оған дәлел Шернияз Жарылқасынұлының 5 ғасыр кітабындағы мына өлең жолдары дәлел болып келеді. Хан қара, халық қазына, батыр қорған, молда әуелден сүлікші елді сорған, шешен шеңбер болғанда би қазына деп айтқан болатын. Осы сөз менің сөзімнің дәлелі болып келеді. Рахмет. Шешен шеңбер болғанда би таразы дейді. Рахмет Дайжан. Келесі кім шығады? Неге? Шешен сөзі қазақ тілінің этимологиялық сөздігінде былайша түсіндірілген. Яғни шечан, сәсен сөзі қырғыз, қарақалпақ, өзбек, башқұрт тілдерінде қазақ тіліндегідей мағына береді. Яғни түркі тілдерінің бұл тобында шешен сөзінен туған шешенсінің сөздері кездеседі. Моңғол, бурят-моңғол, қалмақ тілдерінде данышпан, ақылгөй, даны, тапқыр деген мағыналармен қатар мерген, дәл тигізген, дәл басатын дегенде мағынада қолданылады. Алма Оразбаева қырғыз тіліндегі чечерке сөзін талдай келіп, бұл форма моңғол тілінен аударылған деген деді. Мен бұл деректі қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігінен алдым. Рахмет жаным. Алма Оразбаева апамыздың сөздері. Келесі? Би. Мен мұны қазақ тілінің бір томдық үлкен түсінігі сөздігінен алдым. Қазақ қоғамындағы бұрын-соңды қалыптасқан әдет-ғұрып, салт-сананы өте жетік білетін, сөзге шешен, өзі заңгер, өзі істің ақ-қарасын айқындап, үкімін шығаратын сол. Дауды дәстүрлі тарихат жолымен шешетін, құқықтық істе. Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолымен, я болмаса жеті жарлы бойынша жүргізетін адам. Шешен, ділмар, батагөй, бітістіруші, дипломат, елші.
патшалық Ресейдің қазақ даласында отаршылдық пиғылымен жүргізген құқықтық әкімшілік реформалар салдарынан билік жүйесінің өзгеруіне байланысты сайламалы жолмен тағайындалған билік иесі. Рахмет. Бұны қайдан алдыңыз? Бұны мен қазақ тілінің бір томдық үлкен сөйлеме сөздігінен. Мен бүгінге берілген тапсырмасы бойынша шешендік сөзіне түсінік бермекшімін. Шешендік ұшқыр ойдың қас қағымда тілге оралымдылығы, байламы, дер кезінде дәл мағынасын дөп басар бейнелілігі, мәнді, ойлы сөздердің мәйекті мақал мен мәтелге айналуы, дау-дамайда қазылық, мәмігерлік, ара қатыста елшілік, жаугершілікте бітімгерлік ұрпаққа, қалың қауымға өсиет. Ала жағым кетсе де, айба жағым кетпесін дейтін қазақтың сөзге қонақ беруі. Осы Дала уәлаяты 1888 жылғы жарияланған Дала уәлаяты газетінде бір өлең жырларынан үзінді оқығым келеді. Батыр деген бір барақ ит, екі әйелінің бірі табатын, бей деген бір ақсарағат, бүтін елден біреу ғана табатын деп айтылады. Рахмет оқушылар. Оқушылар, міне үй жұмыстарыңызды тамаша істеп келгенсіздер. Міне бес кластар жырлайды. Кітабынан іздепсіңдер, қазақ сөзінің этимологиялық сөздігінен жинапсыңдар, сол сияқты түсіндірмелік сөздіктер, сол сияқты Ақнұр Дала уәлаятының газетінің 1888 жылғы Ахмет жазылған ел аузындағы сөзді түсіндірді. Енді жалпы қорытындылай айтқанда оқушылар, шешендік сөздердің піспегі бұл бейшешендер, көбісі халық. Халық бейшешендерге тамаша өзінің бағасын беріп қойған. Төле Айтеке бауыздап айтады, Қазыбек іреп айтады, ал Төле мүшелеп айтады деген сөздер бар. Жалпы бейшешендердің осындай сөздерін тыңдап отырып, тыңдаушыны толғандыратын, одан соң барып ойландыратын, одан ақырын барып, елітіп апарып, дәлелді уәгішке жүгіндіретін шешендік сөздердің ерекшелігі. Құрметті оқушылар, біз өткен сабақтарда біз Айтекені өттік, Төлені өттік, Қазыбек биді өттік. Бүгінгі сабақ қандай сабақ болуы мүмкін? Қайталау сабағы болуы мүмкін. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабақта біздің мақсатымыз тек қана шешендік сөздердің мән мағынасын ғана түсіндіріп қоймаймыз оқушылар. Оны өз өмірлерімізде пайдаланамыз. Кез келген ситуацияда біз осы шешендік сөздермен шығуымыз керек. Ендеше оқушылар, сіздерге сәттілік тілеймін. Құрметті оқушылар, Төле бидің бір тамаша сөзі бар. Тауып айтылған сөзге шын жетпейді деген сияқты. Міне, бүгінгі сабақта сіздердің тауып айтылған сөздеріңізді біз бағалауға тиістіміз. Ендеше оқушылар, видео қоямыз. Енді шешендік сөзді зерттеп жүрген Масуд Шапиғи ағамыздың шешендік сөздер туралы, бейшешендер туралы ақпаратына назар аударыңыздар. Билер өте көп болған. Әр ұлдың, әр ұлыстың, әр елдің өзінің биі болған. Билердің саны өте көп. Енді бұрын бізде әдебиет институтында